Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгін біз екінші сабағымызды бастаймыз. 3D форматта электронды кітап жасаудың екінші сабағы. Создать новый деп жаңағы қоятын кітапшамызды әкеліп қойып аламыз. Қазір мына жерге PDF форматқа ауыстырған. Міне PDF форматқа ауысқан электронды кітабымызды осы программаға әкеліп қойып аламыз. Өткен сабақта сіздерге жалпы осыны қалай темасын, фонын, сцена қоюды көрсеткен болатын. Енді ары қарай тағы да мүмкіндіктерін қазір сіздерге көрсететін боламын. Енді осылай қойып алғаннан кейін жоғарғы жаққа қарасаңыздар, редактировать страницы деген бар. Соны біздің бір мәрте шертеміз. Бір мәрте шерткеннен кейін міне бізге қазір осы жерден барлық өңдеуді осы беттерден жүргіземіз. Бірінші параққа, екінші параққа қандай өңдеулер жүргізетініміз туралы қазір айтатын боламын. Енді мысалы бірінші парақтың бетінде, кітаптың бірінші бетінде мысалы жоғары жаққа қарасаңыздар, море деген тұр, сол жерді бассаңыздар, міне түрлі бұл жерде өңдеуге байланысты түрлі. Добавить видео, YouTube-тың сілтемесін қойып қоюға болады. Добавить Vimeo деген бар. Добавить звуковой проигреватель, сурет қоюымызға болады. Слайд-шоу, бірнеше суреттердің шығуы, слайд-шоу арқылы шығуын қоюымызға болады. Жазуымызға, горячий точек дейді, добавить кнопка қоюымызға болады. Міне қазір осыларды қоюды көрсететін боламын. Енді осы жерге қарасаңыздар, добавить стандартный медиа плеер деген бар. Осы түрлісін басып, осы жерден қалаған үлгісін өзімізге аламыз. Мысалы, мына біреуін алатын болсақ, осының үстін басқан кезде, мына экранымызда мышканың нұсқағышы мынандай бір координата осьтер пайда болады. Енді қай жерге қоямыз? Қоятын жерімізді былай міне төртбұрышты етіп, осылай сызып белгілеп аламыз. Енді бұл жерден басқа көрінуін басқасында қойсаңыздар болады. Мысалы, мына жерді қалағандарыңыз қоя бересіздер. Енді мен қазір мынаны қойдым, осыны қойдым. Енді бұның үстіне біз кез келген бір видеомызды қоюымызға болады. Ол үшін выбрать видеоклип дегеннің үстін басамыз. Локальный файл деген үстін басып, алдын ала дайындап қойған видеомызды сол жерге қоямыз. Мысалы, мен видеоны қойып, открыть деймін. Сол кезде ол мына жерге келіп түседі. Воспроизвести десек, үстінен бассақ, кітаптың бірінші бетінде осындай видео шығып тұрады. Енді оны сәл бұлай мына жерлерін бұлай жөндеп ретке келтіріп, бұлай тартып соза беруге болады. Енді ретке келтіріп, сәл жөндеп қойып аласыздар осылай. Міне, бұл бірінші беті. Біз бір кітаптың бірінші бетінде бірінші осындай бір бейне шығады. Енді екінші парағына не істеуімізге болады? Екінші парағына мысалы добавить звуковой проигревательді қосып көрейік. Осы жерден түрлі дыбыс қоятын кнопкалар шығады. Өзіңіз қалаған біреуін аламыз. Мысалы, мына біреуді алсақ, міне экранның бетіне мынандай координата шығады. Қоятын жерімізді былай, міне осылай тартып белгілеп аламыз. Енді мына жерде басқа да түрлері бар, басқа да түрлерін қойсаңыздар болады. Енді мен осыны қойдым, мысалы, мынаны қойсаңыздар да болады. Міне ауысты. Осы жерден қалағандарыңызды қоя бересіздер. Мысалы, мынаны қойдық. Енді біз бұл жерге дыбыс қоюымыз керек. Мысалы, кітап бірінші бетінде видео тұрды, одан кейін бір осы жерге өздеріңіз алдын ала дыбыс жазып қойсаңыздар да болады. Енді қазір мен сіздерге көрсетейін. Выбрать звуки деген үстін басып, осы жерден добавить звукиді таңдап, локальный файлдың ішінен алдын ала бір дайындап қойған дыбыстарыңызды қоясыздар. Енді бұл сіздердің жасап жатқан электронды кітаптарыңызға байланысты болу керек. Мен мынаны таңдадым. Открытті басамыз, окейді басамыз.
мына жерге қойылды. Енді бұл жерден біз бұны тыңдай алмаймыз. Қазір барлық өңдеулерді жасап болып, ең соңында бұны сақтап, сол кезде барып біздің өңдеген жұмыстарымызды көре аламыз. Енді міне бірінші бетте бізде видео болады, екінші парақта бізде дыбыс болады. Енді үшінші параққа не қоямыз? Енді үшінші параққа добавить изображение, сурет қойып қоюымызға болады. Ол үшін сурет қою үшін осылай белгілеп аламыз. Енді таңдаймыз фильтр арқылы немесе мынандай рамка арқылы шықсын ба суреттеріміз. Мысалы фильтр арқылы мына біреуін қоя салайық. Енді бұл жерге қою үшін қайтадан параметры действия, выбрать одно изображение деген жер, параметры действиеге барып, нажатие деген басамыз. Яғни бір басқан кезде шығады деген, выбрать одно изображение. Осы жерден бір сурет таңдаймыз. Локальный файлға барып, алдын ала дайындап қойған бір суретімізді осы жерге әкеп қойсақ болады. Открыть, міне жерге суретіміз келіп түсті. Осы жерде сурет болады деген сөз. Яғни бұл парақта сурет тұрады. Енді біз сіздерге мысал ретінде түсіндіріп жатырмын. Ары қарай өздеріңіз жасаған кітаптарыңызға байланысты суреттер қоя берсеңіздер болады. Енді суретімізді қойдық, үшінші парағымыз. Келесі парақтың бетінде енді бесінші параққа тағы да мүмкіндіктерін көреміз. Изображение сурет қойдық, енді добавить простой текст, бұл әшені жазуға байланысты қойылады. Енді осы жерде добавить слайд-шоу деп тұр. Осының басамыз, яғни бір 5-6 суреттеріміз бірігіп бір жерге келіп жиналып қойылуы. Мысалы, мынаны таңдадым. Енді ол суретіміз қай жерде тұрсын, мысалы, мына жерге қойсақ болады. Немесе бұл жерге қойғыңыз келмесе, өшіріп тастап, қайтадан қазір қойып көрейік. Мен астыңғы жағына. Мысалы, мына біреуін таңдап, мына жерге былай қойғым келіп тұр. Осы жерді белгілеп аламыз. Выбрать изображение деген жерде, добавить изображение. Енді бұл жерден локальный фон деп көп сурет қойымызға болады. 2-3 сурет қойымызға болады. Ол үшін бірден осы жерден 3 суретті контролды бастырып 3 сурет таңдап аламын. Открыть. Міне 3 суретіміз түсті. Окейді басамын. Міне яғни бір суретіміз анимацияланған болып, түседі осылай. Бұның барлығын қазір ең соңында кітапты сақтаған кезде көретін боламыз. Енді бұл кетті. Келесі парағымыз суретімізді қойдық. Енді келесі параққа немесе мына жерге. Бұл жерге тағы не қоюға болады? Осы жерде барлық мүмкіндіктері қойылған. Добавить области печати дегеніміз, яғни бұл электронды кітапты бір көріп отырған кезде сол жердегі жазуды печатқа принтерден шығарып алуға болатын етіп қоюға болады. Ол үшін қай бетті, қай жерді осылай белгілеп алсақ, мына жерде принтердің суреті шығып тұрады. Яғни осы жерді біз тек осы ғана белгіленген жерді принтерден шығарып алуымызға болады. Келесі бетіне, келесі парағымызға тағы не қоюымызға болады. Осы жерден барлығын таңдап қоя берсеңіздер болады. Области печат қойдық, добавить прямоугольник деген ол әртүрлі бір төртбұрыштылар, фигуралар қою қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді мыналарды қойдық. Енді мына жерге қарасаңыздар, добавить горячих точек деген бар екен. Мына осы жерден қалаған бір яғни белгі беріп тұратын, осы жерді бас деген сияқты мысалы қалаған біреуін аламыз, кез келген біреуін. Мына біреуін алайық. Осы жерге мысалы мына жерде әптерге орындайық деген тапсырманы орында деген сияқты осы жерде осындай значок тұрады. Енді бұның қалаған жерін өзіміз қоя берсек болады. Параметры действия ол басқан кезде шықсын деген сияқты, немесе движение арқылы нажатие деген қойып қояйын. Окей, батырмасын басамыз. Осы жерді белгі қойып тұр, осы жердегі тапсырманы орында деген сияқты бір белгі қоюға болады. Келесі тағы не істеуге болады? Келесі
Тағы да бұл жерге қарап тұрсаңыздар, түрлі қоятын, өңдейтін нәрселер бар. Добавить горячий точек қойдық, добавить кнопку из ресурс деп кнопку қоюға болады екен. Қазір біреуін қойып көрейік. Мына осы жерден бір кез келген кнопканы таңдап қойсақ болады. Яғни соның үстін басқан кезде бір бет ашылатындай, осы жерді белгілеп қоямыз. Яғни бұл жерде не бар деген сөз. Мысалы, басқан кезде сурет шыға ма деген сияқты. Заголовок деген жерге осы жердің тақырыбын жазып қоямыз. Мысалы, YouTube арнасында деген сияқты. Мысалы, мына жерге YouTube арнасы. Енді параметрі действиеге бұны да нажатие басқан кезде шығатындай етіп қойып қоямыз. Бұл жерге де, мысалы, локальный дисктің іштен алдын ала дайындап қойған кез келген бір нені белгі ретінде қойып қойсақ болады. Мысалы, мен қояйын. Открыть. Мына үстін басқан кезде осындай бір сурет шығатындай. Жалпы осындай өңдеулерді жасап шықтық. Міне, бірінші бетінде бізде бейне ролик шығады, одан кейін басқан кезде бір дыбыс шығады. Мысалы, сіздер ақындарға, Мұқағали Мақатаев, Абай Құнанбаевтарға байланысты кітап жасасаңыздар, бірінші бетте, мысалы, немесе екінші бетіне сол Абай Құнанбаев туралы қысқаша бейне роликті, бейне роликті екінші параққа қойып қойсаңыздар болады. Соның үстін басқан кезде Абай Құнанбаев туралы бір бейне ролик көрсетіледі. Екінші парақты басқан кезде Абай Құнанбаевтың жаңағы не бір әндері, қара сөздері, дыбысқа жазылғандары бар ғой. Соларды қойып қойсаңыздар болады. Сондай кітап жасасаңыздар да болады. Одан кейін келесі мына параққа, мысалы, Абай Құнанбаевтың, мысалы, отбасы туралы суреттері, тек қана бұл бетке ғана емес, мысалы, кез келген бетке, мысалы, мына бетке де сурет қоюға болады. Екі-үш суреттен жаңа Абай Құнанбаевтың отбасы туралы суреттер қойып қойсаңыздар болады. Енді бұл сіздерге бір идея ретінде айтып жатырмын. Мысалы, келесі парақта мынау сияқты слайд-шоу арқылы бірнеше суреттердің бірігіп шығуы, сол сияқты жасасаңыздар да болады. Жалпы бұл жаңағы ақын жазушыларға, егер соларға арнап электронды кітап жасасаңыздар, бір ғажап әдемі дүние болып шығады. Енді мен мынаны бір сабаққа жасадым. Мысалы, бұл 6-шы класстың информатикасына байланысты сабаққа енді сіздерге мысал ретінде түсіндіріп жатырмын. Енді бұл кітабымызды біз қалай сақтаймыз? Ол үшін барлық өңдеулерді жасап болдық. Енді бұны сақтауымыз керек. Ол үшін сохранить и выйти деген үстін басамыз. Міне осы кезде сохранение жүреді. Сохранение жүрді. Мына жаңағы біздің қойған мына жердегі бейнеміз. Бұл әлі толық көрінбейді қазір. Жалпы мына жерге жаңа біз дыбыс қойдық. Мына жерді ашқан кезде бір суретіміз шығады. Мына жерде бассақ жаңағы слайд-шоу арқылы қойылған суреттеріміз шығады. Енді бұлардың барлығы қазір толық көрінбейді. Мына жерде мына кнопкамыз айланып тұр. Осы жерде тапсырманы орында деген сияқты. Мына жерде басқан кезде бір сурет шығатын. Қойдық, енді барлық өңдеулерін қойып шықтық. Енді бұны тағы да енді толық көруіміз үшін осы жерде жоғарғы жақта опубликовать деген бар. Соның үстін бір мәрте шертеміз. Шерткен кезде мына жағына қарасаңыздар, опубликовать как деген жерде HTML деген тұр. Осы HTML тұра береді. Осы жерде қалдырамыз HTML-ды. Енді мына жерге кодная папка деген жерге просмотр деп осы жерден қай жерге сақтаймыз. Мысалы, мен рабочий стол деп осы жерден бір папка ашып алайын. Чтобы біздің осы электронды кітабымыз сол жерде сақтал тұру керек. Создать папку деп қазір папка ашып аламыз. Атауын берейік, мысалы, новая книга, немесе книга 1 деп сақтай берейік. Выбор папки дегенді басамыз. Міне, новая книга 1 болды. Имя файлы индекс HTML болып тұра берсін. HTML-ді өзгертпейміз индексін. Так,
заголовок презентация. Болды, басқа еш жеріне тиіспейміз. HTML5 осылай тұрады. Болды, енді конвертировать деген үстін басамыз. Енді бұл жерде қанша мәлімет бар, сол көптігі аздығына байланысты бұл жерден конвертация жасалынады. Және бітті. Ваша книга успешно опубликована деп шықты. Енді закрытты басып, қазір біз осы кітабымыздың толық нұсқасын көретін боламыз. Ол бізде қай жерде сақталды? Мына книга 1 деп. Осы жерге қарасаңыздар, осы папканың ішінде индекс деген тұр, яғни индекс деп мынау браузердің суреті шығып тұрады. Егер сіздерде кейбір компьютерлеріңізде Chrome немесе Mozilla сияқты браузерлер болса, ол соның белгісімен шығып тұрады. Немесе бұндай белгі шықпай тұратын болса, осы жерден біз открыть с помощью деп открыть с помощью деп Chrome өзіңізде қандай браузер бар, Explorer, Opera, Яндекспен ашып аласыздар. Енді менде бұл Chrome белгісі болып тұр, индекс. Осының үстіне 2 мәрте шертеміз. Қазір бізге жаңағы жасаған дайын кітабымыз осы жерде шығатын болады. Міне біздің кітабымыз жаңағы барлық өңдеулерді жасап сақтағаннан кейін осылай шығады. Мына жердің үстін бассақ, бірінші бетіне қойған екен, бірінші бетінде осындай белгі шығады. Енді кітабымызды ашамыз. Келесі бетінде бізде оқушыларыңызға бір түсіндіріп жатқан болсаңыздар, осылай айтып отырасыздар, үлкен тақтаға ашып қойсаңыздар да болады. Немесе тура осы жерден скрин камера арқылы осы жерін ғана түсіріп алсаңыздар да болады. Бір дайын кітаптың ашылып жатқаны. Енді мына жерін басқа кезде қойған әуеніміз айтылады. Әшерде суретіміз шығады. Жаңа мен айттым ғой, мысалы ақын жазушыларға арналған электронды кітап жасасаңыздар, сол ақын жазушылардың отбасылары туралы бірнеше суреттерді қойға болады. Келесі парағын ашқан кезде мынандай бір суретіміз, былайынан карусель сияқты міне былайынан суреттеріміз шығады, былай шығады. Келесі парағымыз біздің жалпы қойғанымызға байланысты бұл жерде мына жерді бассақ, мына суретіміз шығады. Осылай өздеріңізде сабақтарыңызға байланысты осындай электронды кітап жасап алсаңыздар болады. Ақпарат сіздерге пайдалы болып деген ойдамын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.